Сәлеметсің бе, Дима? Сәлеметсіз бе? Дима, біздің балауса телеарнасына қош келдің. Қош көрдік. Дима, біз тіл мерекесіне орай жан-жақтан ертегіні қызықты етіп айтып беретін балаларды жинадық. Сен бізге қандай ертегі айтып бересің? Төре бұршағынан ертегісін айтып беремін. Жарайсың, Дима. Олай болса, Диманың ертегісін тыңдайық. Төре бұршағынан деген қала болды. Ол қаланың патшасы қазақты екен. Патшалыққа барлығы патшалықта асыр, домбыра, қой, қымыз, бауырсақ сияқты көресің. Қымыз сопты. Бір күні асыр. Бауырсақ, қымыз, домбыра, қой, келдер, ойнайықшы. Сонырасы, домбыраның асем тыңдайықшы. Оясық, сен осының атымады екенсің. Ей, қонаны қараңдар, газетке не жазғанын. Абай атамыздың суреті тұр. Әкендер мен оқимын. Бауырсақ, майғыласың, әкен мен оқимын. Абай атамызға 300 жыл екен, суға толғамыз екен біз. Тілде мерекесіге, осы мерекеге орай қазақ ертегі кімлер ертегіні істетіп жатыр екен. Бред деген не өзі? Бред деген мысалы әлемді әлемге танытатын мақтанысың. Онда мен брендке жатамын. Мен нағыз қазақтың дана адамдары ойнағам. Мен қазақтың өте көп уақыт сақталатын асы боламын. Мен бретке лайықтымын. Дастарханнан ұзым еттім. Ленгер асы мен емес, мен бретке лайықтымын. Мен тұрғанда сен жер қавада асасыңдар. Нағыз падағы сосы мен емес мықымыз, мен брендке лайықтымын. Олай болса, төрелік сұрап, қазақ тілі патшамызға барайық. Сәлеметсіз бе, патша? Сәлеметсіңдер ме? Ол қазақтың игі жақсылары жиналып қалыпсыңдар ғой. Я, біз сіздер туралы сұрап келдік. Айтыңдар, қандай дауды шеше алмай жатсыңдар? Біз қазақтың мақтанышы болуға қайсымыз білмей таласып жатырмыз. Айналайындар, сендерді ешкім бөліп жара алмайды. Сендер барлықтан біреуге лайықтысыңдар. Дима, сенің ертегің өте қатты ұнады. Тамаша ертегі айтып бердің бізге. Саған үлкен рахмет, Дима. Сізге де рахмет. Олай болса, Дима, біз балалармен қоштасайық. Сау болыңдар, балалар. Мен айтайын өлеңді, құлағыңды түренді. Біз боламыз қазақтың мақтанышы бренді. Әрқайсымыз бір төбе қастерлеген халқымыз. Бізбен бірге өркендер әдет ғұрып салтымыз. Салт дәстүрді жақтаған қазағыммен мақтанам. Ата баба мұрасын қастерлеген сақтаған. Қазақстан үйіміз, қара жорға биіміз, шартарапқа шалқысын, домбырада күйіміз. Өсе берсін өркендеп, егеменді еліміз, салт дәстүрді дәріптеп, ән салайық келіңіз.